Бізде дәстүрлі тілдер айлығы. Қазақтың мағжаны ұлттың ұлт болуы үшін ең бірінші шарт оның тілінің болуы. Бір ұлттың тілінде сол ұлттың сыры, тарихы, мәдениеті айнадай көрінеді деген. Расында қазақтың ана тілінен кеңдік пен ерліктің, теңдік пен өрліктің өрнегі мамыражай мінезі мен тамырлы тарихы мен мұндалап тұр. Азаттығымыздың алдаспаны, тәуелсіздігіміздің темірқазығы мемлекеттік тіл біздің бірлігіміздің бойтұмары. Әлемдегі 6000 тіл арасынан алаланбай, дараланған ана тіліміздің болашағы сіздер мен біздің қолымызда. Ендеше біздің, яғни мектеп ұжымының арман аңсары білім алушылар бойына біліммен қатар тәрбие мен ұлттық құндылықтарды сіңіру. Ал құндылықтар көкжиегі мемлекеттік тілмен кеңейеді. Олай болса, бүгінгі мақал сөздің мәйегі деп айдар таққан байқау білім алушыларға қазақ тілінің қадір қасиетін, бабалар өсиетін сіңіруді мақсат етеді. Ендеше біз байқауымызды бастаймыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар, құрметті білім алушылар. Біз бүгінгі ашық сабағымызды бастамас бұрын бір-бірімізге жақсы көңіл күй сыйлау үшін, бір-бірімізге жақсы тілектер білдіру үшін шаттық шеңберінен бастайық. Жарай ма? Я, балалар? Бір-бірімізге жақсы. Мен сіздердің өте ақылды және тапқыр бала екендеріңізге сенемін, және сіздер оны алдағы сабақ барысында көрсететін боласыздар. Мақал-мәтел жылдар бойғы ұлтымыздың болмысымен біте қайнасқан байлығымыз, құнды қазына, қасиет тұнған қастеріміз. Осыны өз келең санасына сіңіру мақсатында сайыс өтті. 5-ші жыл сынып білім алушылар арасында 3 топтан құралған байқау 3 кезеңнен тұр. Капитандар сайысы. Мұнда әр топ капитаны ортаға шығып, мұғалім бастаған мақалдарды жалғады. Дайынсыз ба? Сәттілік. Олай болса, бірінші мақалымыз басталды. Басқа жердің отынан. Я, Алдия бірінші өтесің? Өте жақсы. Келесі, бақа көлін сүйеді. Я, Ерасыл? Бақа көлін сүйеді, бұлдыр құшын сүйеді, ер жігіт елін сүйеді. Өте жақсы, жарайсың. Екінші кезең мақал-мәтел мазмұнын ашу. Мұнда әр топқа 5 мақал жасырынған конверт ұсынылып, өз кезегінде білім алушылар сол мақал-мәтелдердің мазмұнын кеңінен ашуға талпынды. Өтіріксіз өзге баспас. Біздің қанша адамдар бар да, олар тек өтірікті айтады. Бәрібір ұсталады олар. Өтірікпен ешқашан да ол алдыға жылжи алмайды. Түбінде, бірақ бәрібір ұсталады. Шындығы ашылады. Сондықтан да өтірік өрге баспас деп қазақ халқымыз айтқан. Дұрыс айтасың. Рахмет, Ерасыл. Сен жоғары жерде отырсаң, билігің бар болса, сен бірақ ешкімге көмектеспейтін, халыққа көмектеспейтін болсаң, сенің билігіңде түкке де керегі жоқ. Дос жылатып айтар, дұшпан күлдіріп айтар. Дос жылатып айтар деген досымыз бізге шындықты жылатып тұрып айтады. Ал дұшпанымыз болса, біз жаман болып тұрсақ, бір жеріміз дұрыс болмай тұрсақ, сен әдемісің деп өтірік айтады. Себебі өзіне ол жақсы болады. Сондықтан да дос жылатып айтар, дұшпан күлдіріп айтар. Өте жақсы, рахмет Озада. Қорытынды кезең біріміз бәріміз үшін деп аталды. Талап оңай, мұғалім берген тақырып бойынша әр топ мүшелері кезегімен мақал-мәтел айтады. Алдыңғысын қайталамаған әрі оңды айтылған әр мақал үшін команда бір ұпайдан иеленді. Көре алмайды, ағайын жоқ болса бере алмайды. Жақсы, я. Аспардың жағасы, ұмысларын. Өте жақсы, жарайсың Ақылбек. Сонымен бізде келесі еңбек туралы тақырыпта. Еңбек туралы бәрімізге сияқтымыз, я? Ал, я, Нұрислам айта ғой. Еңбектің ардаты, жалғау яңды. Өте жақсы, я. Келесі жалын тобында Ұлбаным айта ғой. Еңбек бәрін жеген. Өте жақсы. Келесі Еңбек тойын ғарыз. жарайсың. Я, әр кезеңнің артықшылығы, хам, қызығы мол болды. Білім алушылар білгенін,
көңілге түйгенін айтты. Сайысқа дайындық барысында әр оқушы әр қилы тақырыптарда 50-ден астам мақал-мәтелдер жаттады. Мұндағы мақсат айқын: білім алушылардың мақал-мәтелге деген ынтызарлығын арттыру, логикасын, жаттау қабілетін дамыту, өз ойларын анық әрі қысқа жеткізуге баулу. Денелерің шынықсын, саналарың тынықсын. Тағы бір қайталап жіберейік. Қолымызды созайық, саусақтармен ойнайық, қолымызды сермейік, бір-бірімізге кедергі келтірмейік. Денелерің шынықсын, саналарың тынықсын. Бір сергіп алған болса, онда орнымызға жайғасайық. Сайыс қорытындысында әділ қазылар алқалары мектеп директорының оқу тәрбие ісі жөніндегі орынбасарлары Динара Азатқызы, Динара Тоқанқызы, Жазира Тәліпханқызы, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Айгүл Мұханжанқызы бағалауы нәтижесінде жеңімпаздар анықталды. 5-ші З сынып оқушылары, бүгін бір керемет, жақсы бір байқаудың куәсі болып отырмыз. Енді апайларың, Алмагүл апайларың, қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ береді. Сендерге сыныптан тыс осындай керемет шара ұйымдастырып жатыр екен. Ең біріншіден апайларыңа үлкен рахмет айтып қоямыз, Ал енді мақал сөздің мәйегі дейді. Біздің қазақ халқы өте жаңағындай тілге бай, тіліміз өте оралымды, ең әуезді, сұлу әлемдегі ең бір керемет тілдердің бірі. Және де қазір мемлекеттік тіліміз, өзіміздің ана тіліміз, тілге деген құрмет, мінекей осындай сабақтардан көрініп отырады. Біз Әділғазы мүшелері өте риза болып отырмыз. Балалар өте керемет, сендердің былтыр енді 4-ші сынып болдыңдар, биыл орта буынға өтіп жатырсыңдар. Сендерге бір көптеген жаңалықтар болып жатыр, мына 5-ші сынып деген. Соған сондай жаңағындай қиыншылықтар да болады, сондай қиыншылықтарға қарамай, сендер өздерің талпынып, сыныптың сондай үлкен белсенділік көріп отырмыз сендерден. Көп рахмет барлық оқушыларға. Жаңағы 2-ші айналымдағы сендердің өздеріңнің ойларыңды жеткізулерің, жан-жақты тілдік байлықтарың өте жақсы, бізге ұнады. Сонымен үштікті білгірлер тобы қорытса, 2-ші орынға бірлік тобы жайғасты. Ал 100-ден жүйрік шыққан жалын тобы. Жеңімпаздар мектеп директорының атынан арнайы дипломдармен марапатталды.